Армысың қызық. Мына тенгіреністер туралы, тенгри туралы роликтер жібергем. Оғатын түрі жоқ. Айқасып жатыр. Тенгри, тәңір деген бір сөз. Тенгрианство деген ол керемет сөз деп бұрғыратып жатыр. YouTube'да алып барып жүріп жатыр. Мен ашығын айтпай, намек тастаған. Жабайы сөз ол деп айттым. Жабайы сөз ол. Тасталған сүйек ол бізге деп. Неге олай айтқанды да олар ұқпайды екен. Мына бір ұлы халық бар, жер бетін алақанын ұстап отырған. Солар айтады, олар ит дейді. Олар ит дейді. Дымды білмейтін халықтар дейді. Сүйекті тастай сал дейді. Таласа береді дейді. Коммунизм деп тасталсаң, таласа береді. Суфизм деп тастасаң, таласа береді. Бір-бірімен таласа береді дейді. Ортасынан біреу шығып, неменеге таласып жатырсыңдар? Мұнаның мәнінде мағынасы жоқ сөз ғой десең, тағы бір сүйек тастай сал дейді. Солай біз таласып жатырмыз. Осындар ме? Таласумен келе жатырмыз. Бізге тасталмаған сүйектің түрі жоқ. Сондай тасталған сүйектің біреуі, ірі сүйектің біреуі. Ол осы тенгрианство деген сөз. Бір мудрый патшайым болған Екатерина деген. Қазақтың даласын билеу үшін, төстеу үшін өзінің саяси жұмыстарын жүргізген кезде осы сөзді енгізген. Не бір ғалымдарды жіберіп, тексертіп, тергетіп. Одан кейін, мынаны білдіруге болады екен. Мына иттерге бір сүйек тастай салайық, тенгри деген, тенгрианство деген деп. Не деген керемет саясат, сүйретіліп әлі келе жатыр. Тенгрианство қаншама ғасыр өтті. Не бір трактаттар, не бір мақалалар жазылып тастаған. Бүгінгі күнде де жазылып жатыр. Тенгри біз, тенгри. Қандай сүйегі? Дәмді, тәтті. Дәмі аузыңнан кетпейтін сүйек тасталған, Тәтті сөз ғой. Тенгри десең, қазақтың құлағына басқаша естіледі. Тәңір десең, қазақ байшылықты қой, шей сол деп айтатындай қылып, тәтті сөзді тастаған. Бізге не жоқ, егемендік алған, еркін өмір сүріп жатқан қазақта екатеринашы болып. Сонымен біздің даламызда екатеринашылар әлі қаптап жүр. Тенгрианство деп айтып, екатеринашылар. Ашығын осылай айтпаса болатын түрі жоқ. Өзі логикалық ойменен шеше алатын түрі жоқ. Сүйек тасталған, мүжи берме деп айтып жатырмыз. Мүжи берме деп. Бұл не айтып отыр деп ойланбайды ғой. Бір ауыз сөзбен тенгрианство, ол тәңір деген екеуі бір сөз дейді. Бір сөз емес. Біреу қазақтың ұлы дүниетанымдық сөздік қорының нағыз бір тұтқаларының бірі. Екіншісі Екатерина тастаған сүйек. Ақылды патшайым ол. Мақтауға тұрарлық. Неге десең, бір ұлтты, қазақ деген ұлт ол. Қазақ деген ұлтымыздың есімі. Соның миын жыртқызып қой. Басқалар да солай өмір сүріп жатыр. Жаңа тұрандықтарымыз деп айтатындар. Қазір түркі баласы деп қояды ғой. Біз тұрандықтар болғанбыз. Тұран деп ұран айтқандардан болатынбыз. Біз тұрандықтармыз. Ол ұран. Тұр дегенің ұстабай, ан дегенің монолит деген сөз. Анда деген қандас дос деген сөз. Орап айтатын болсам, қазақтың сөздік заңдылығын зерделеу амалы бойынша. Народ деген сөз шығады. От деген бой кірбей деген сөз. Нар дегенің білесің. Ауыр жүкті көтере алатын жалғыз өркешті түйе. Кейде қазақ өзінің мақым жігіттерін нар жігіт дейді. Осының бәрін қостағын қазақтың дүниетанымының философиясын ойлап тап. Тенгрианстводан ол сөзге кіре алмайсың. Сүйектің аты сүйек. Алма қазақтың сөздік қоры ол тірі әлем. Неге десең, оның артында әлемнің бейнесі, көрінетін, көрінбейтін әлемнің бейнесі тұр. Тәңір десең,
кіресің, таң нәсіп тәңірден деп. Тенгрианство деп айтып алып, таңғы нәсіп тәңірден деп айта алмайсың. Тенгри ол басқа әлемнің түсінігі. Шынымен де келетін болса, жасанды, ойланып табылған сөз. Ол орыс сөздігінде де жоқ. Тенгри, тенгрианство деген. Тұрандықтардың да сөздік қорында жоқ. Жасанды, ойланып табылған сөз. Түсінесіңдер ме, екатеринашылар? Жалғастырмашы. Екатеринашылар. Мықты патшайым. Бірнеше ұлттың миын шірткізіп қойған саяси сөзді ойлап тапқан. Ғажап әйел ол. Бірақ сен қазақсың. Қирап қалған қазақ дүниетанымын қопарып, әр сөзін орнына қойып, дүниетанымын орнына қойып, заңдылықтарға алып келіп, ғылымға барып, заңдылықтарын тауып, сөзді саралап, сөздің сарасы бар екенін, сөздің сара екенін Абай айтқандай. Маған айтады, сен қай-қайдағын ойлап табады екенсің, сөзді орап айту дегенді қайдан алдың деп. Абайдан алдым. Қазақтікі демейді. Қазақтікі десең, оғатын түрлерің жоқ. Абайдан алдым. Сол Абай былай дейді, сөз сарасы дейді, қиыннан қиыстырады ел данасы дейді. Сөздің сарасы болады дейді. Ал сөздің сарасы болу үшін, ол сөз сара болу керек. Қиыннан қиыстыру үшін сөздің саралау амалы болу керек. Сөздің ішіне кіретін. Мына әлемдік философияда герменевтика деген бар. Сөздің құндылығын зерттеп зерделейтін. Ол филология емес. Суффикс, муффикс, жалғаулар, малғаулар деп айтады. Бұл сөздің құндылығын. Бір сөздің ішінде тұрған құндылықты, сосын кейін сол заттың орнын көрсетеді. Талдайтын. Герменевтика деген амал бар философияда. Сол герменевтикада палиндром деген бар. Сөзді орап айтатын амал бар. Ана Нобельдік сыйлықтың лауреаты Пастернак оңға да солға да оқылатын өлеңдер жазады. Тағысын тағы толып атқан ақындар. Орыс ақындары деп қояды ғой, шынымен де еврей ғой. Ана Гумилевтің әкесі. Осылай екатеринашылар. Оғысыңдар ме? Мен неге ол сөзді қазақ сөздігіне, қазақ дүниетанымына кіргізгім келмейтін оғысыңдар ма? Қоясыңдар ма? Ол жат сөз. Ол сүйек. Дәмді сүйек. Есіңде мәңгілікке сақталып қалатын оңай термин. Тенгри, тенгрианство дейді. Қазақтың сөзі ол қазақтың сөзі болу керек. Қорлап біттік. Әр сөзді орнына қойын керек қой. Тәңір дедің ба? Қазақтың дүниетанымына тәңір деген сөзді алдыға қойдағын кір. Таңы нәсіп тәңірден, ал нәсіп тәңірден болатын болса, зерделе. Мына әлемде нәсіп деген не? Ішкен жеген тамағың. Оның бәрі биологтан тұрады. Түсінесің бе? Сол уақытта сенің миыңа бірден орнығады. Тенгрианство арқылы кіре алмайды екен ғой. Тенгри арқылы кіре алмайды екен ғой. Мен тәңір деген сөз арқылы қазақтың болмысына кіре алады екен ғой. Қазіргі заманның ғылымының терминдарын пайдалана отырып, қазақтың дүниетанымының алтын кілтін ашып, қазақ сөздерін құн сөздерге айландырады екен ғой. Дейсің. Жақында біздің президентіміздің айтқан сөзі бар. Біз үйренушілерден емес, үйретушілерден болуымыз керек деген. Біз үйренушілерден болмауымыз керек. Біз үйретушілерден болуымыз керек. Ал үйретушілерден болам десең, онда әрбір сөзің сенің, әрбір дүниетанымың құнды да, қасиетті де, қадірлі болу керек. Дәлелге толы болу керек. Заңдылықтар арқалаған дүниетаным болу керек. Сол уақытта сен үйренушілерден емес, үйретушілерден боласың. Солай қазақ. Үйретушілерден болайық. Сау бол деймін.